Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгін біз сабағымыздың екінші бөлігін бастайтын боламыз. Екінші бөлікте біз домбыраны қалай ұстау керектігін үйренетін боламыз. Бізде домбыраның тепе-теңдігі келетін болсақ, алдыңғы сабақта айта кеткендей, домбыраның басы адамның иығымен бірдей болу керек. Өйткені тепе-теңдікте сақталу керек. Бұл сахна әдебиетіне жатады. Домбыраны ең алғашқы үйренушілерге кеңесіміз: бізде оң қолымызды 3 саусақты жұмып, 2 саусақпен жеңіл ойнайтын боламыз. Мына жерде бізде шынтақ қозғалмайды, тек қана білекпен ойнайтын боламыз. Тек қана осылай жаттығыңыздар. Мінекей. Ал сол қолға келетін болсақ, сол қол бізде мойнын қатты қыспау керек. Яғни әр саусақ өз пернелерін басуға ыңғайсыз болмауы керек. Ең бастысы, денеңізді тік ұстап, өзіңізді еркін сезініңіз. Домбыра сізде өте жеңіл болу керек. Сіз қазір бірінші, екінші сабақта домбыраны қалай ұстап еркін үйренсеңіз, келесі сабақтарда күрделі ән күйлерді еркін үйренетін боласыз. Ал аяқтарға келетін болсақ, сахна әдебінде негізі ерлер былай, ал әйелдер былай отырады. Осылай тартамыз. Денені тік ұстаймыз, және де басты иықпен тепе-теңдікте бірдей ұстаймыз. Осылай. Осымен біздің екінші сабағымыз аяқталды. Егер ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.